Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында лағман дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қамырға небәрі 2 ғана зат қажет болады: ұн және де салқын су. Ал ендеше бастаймыз. Суымызға тұз салып араластырамыз. Ал ендеше ұнның үстіне дайын болған суымызды құйып, жақсы қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болмауы қажет, қатты болған дұрыс. Қамырымызды ертерек дайындап қойған дұрыстау болады, себебі қамырымыздың июі қануы қажет, сонда лағманымыз өте тез дайындалады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай лағман өте қатты дайындалып жатыр, қамыры қатты болып шығады. Ал сіздер уайымдамаңыздар, қамыр қатты болғанмен июі қанғаннан кейін лағманымыз өте тез дайындалып созылатын болады. Қамырымыз дайын болғанша подливын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүйексіз ет қажет болады. Менде маринадталған ет. Етімізді кубик тәріздес етіп тураймыз. Және де картоп, сәбіз, пиязымызды тураймыз. Болгар бұрышын менде балдар ұнатпағандықтан өте үлкен бөлікке турадым. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Өздеріңіз қосымша сельдерей, пекин орымы жапырағын қоссаңыздар болады. Мен тек қана қолдағы бар заттармен подлив дайындайтын боламын. Қызып тұрған қазанымызға бірінші етті қуырып аламыз. Оның үстіне рет-ретімен пияз, сәбіз, картоп және де помидор қызанақ салатын боламыз. Барлығын араластырып қуырамыз. Мен картоп салғандықтан соевый соус ең соңында қостым. Мен үйдегі барлық заттардан дайындадым. Егер де сіздер өте дәмді, настоящий лағман дейді ғой, енді лағман жасайтын болсаңыздар, сельдерей, орам жапырақ қосып істейтін болсаңыздар, онда соевый соусты ең алдымен етпен бірге қуырып аласыздар. Және де мен лағманға күкіріс крахмалын қостым, қою болу үшін. Суды өте көп мөлшерде құймау қажет. Және де соевый соус құюды ұмытпаңыздар. Болгар бұрышын мен ең соңында тамақ пісуіне 3-4 минут қалғанда салып пісіретін боламын. Ал ендеше қамырымыздың июі қанғаннан кейін дөңгелек бөлікке жаямыз. Оны майда бөлікке бөлетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзын майда бөлікке бөлеміз, сонда лағманымыз өте тез дайындалады. Майда бөлікке бөліп болған соң таза ыдысымызды сұйық маймен майлаймыз. Оған майда бөлік қамырларымызды жайып шығамыз, оның үстін майлаймыз міндетті түрде, және де ауа кірмейтіндей етіп пакетпен немесе салфанмен жауып қоямыз. Ол жарты сағат тұру керек. Жарты сағаттан соң кішкене созамыз, қайтадан майлап бетін жауып қоятын боламыз. 15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін қамырымызды ұзын-ұзын бөлікке етіп, лағман етіп жая берсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды ыстық суға, қайнап тұрған суға 5-7 минутта пісіріп аламыз.
астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.